рухани жаңғыру болашаққа бағдар деген дүниені алғашқы сол бірінші жыл шыққан кезде көп кісілер түсіне қойған жоқ. Ал қазір міне 3-ші жылға қарады, ақырын халық түсінді. Өзім ойлаймын, халық түсінді. Бұл айғайламай-ақ, ұрандатпай-ақ жаңағы адам өзінен бастайтын дүние екен. Киелі жерлерін біртіндеп анықтай бастадық. Себебі халықтың арасында аңыздан аңызға жетіп отырған, атадан балаға айтылып келе жатқан біздің киелі жерлеріміз бар. Елбасының жариялаған рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасы жалпы біздің қазақстандық халқымызға ғана емес, барлық шетелдіктерге де оң әсер еткен, елді елең еткізген рухани бағдарлама болды деп айтсақ болады. Айыртау ауданы Ботай тұрағында біздің адамзат тарихында ең алғаш рет жылқы қолға үйретілгенін білеміз. Соған байланысты бізде Қымыз фест деген үлкен жобамыз бар. Біз мәдени құндылықтарымыз бен ұлттық болмысымызды бағалап қана болашақты бағамдай аламыз. Бұл ретте кез келген халық үшін сана мәселесі қашанда өзекті. Өмір сүру үшін өзіміз өзгере білуіміз шарт. Сондықтан осыдан 3 жыл бұрын елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев рухани жаңғыру бағдарламасын жариялады. Рухани жаңғыру деген өзіңнің отбасыңнан басталатын жағдай ғой. Өзіңнің балаңа қалай тәрбие беру, ата-бабаларың, шыққан тегің, жерің, ұлтың, тілің, ділің, дінің деген сияқты көптеген жаңа компоненттерден тұратын дүниені сол елбасы әдемі бағдарменен жақсы бір жаңағы тыңғылықты, түсінікті осы бағдар берді халыққа. Рухани жаңғыру болашаққа бағдар дегенді ақырын ғана ұсынды. Қалай халық қабылдайды? Ал енді бүгінгі таңда соны көптеген шараларда, жергілікті жерлерде, облыстарда шаралар атқарылып жатыр. Білім саласында болсын, мәдениет саласында, спорт саласында, барлық салада, барлық экономикалық сала болсын, көптеген шаралар жасалып жатыр. Жоба жүзеге асырыла бастаған кезде әр өңірде жобалық кеңселер ашылды. Жұмыстар жанданып, қанға сіңген қасиеттерді қайта түлетуде ауқымды шаралар қолға алынды. 3 жыл аз ғана уақыт болса да, еске түсірер дүние көп. Әрине қоғам өте қатты қабылдады. Әсіресе мынау ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, қоғам қайраткерлері бұл мақаланы кәдімгідей жаңағы бір серпіліс деп қабылдады. Кәдімгі үлкен бір қоғамдағы мына өзгертуші кәдімгі бір құрал ретінде қабылдады. Соның ішінде мен өзім де бармын. Енді алғашқы осы мақала шыққан 2-ші күннен бастап бәріміз де осы мақаланың қажеттілігін, оның енді дәл уақытында мына дүниеге келгендігін біз теледидар бетінде де, мынау ақпараттық құралдар бетінде де соны жариялап жаттық. Теледидардан талай сұхбаттар болды осы мәселеге байланысты. Ғалымдар өз пікірлерін білдіріп, яғни бұл мақаланың өте қажеттігін, қоғамдық сананы оятушы, оны әрі қарай жаңағы дамытушы, жылжытушы екендігін жалпы халыққа түсіндірумен басталды бұл мәселенің өзі. Бүгінгі күні біз серпіліспен, жаңа әсермен айтып отырмыз, ал сол кезеңде ол бір
үлкен жаңағы жүрегімізде сондай бір рухани жаңғыру пайда болғандықтан біз де соған атсалыса кірісіп өте бір керемет сезіммен соны жасай алдық. Және күз айында осы 2017 жылдың мен осы рухани жаңғыруға алғашқы жаңағы жетекшісі болып тағайындалдым. Және сол кезде бірден осы рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асырылу арнайы жоспарын жасап, жалпы облыс бойынша біз қандай жұмыстар жасау керек екенін осы жоспарлап жасаған болатынбыз. Басы ащы болса, аяғы тәтті болады деген сөз бар. Ендеше атқарылған істерді жіпке тізсек, ұлы даланың әрбір тауы мен тасы, өзені мен көлі тарихтан сыр шертеді. Әр жер атаулының төркіні туралы аңыз әңгіме көп, ал өскелең жас ұрпақ болса, оның нақты тарихын біліп өсуі тиіс. Сондықтан ұлт руханиятын топтастыратын жоба Қазақстанның қасиетті жерлері анықтала бастады. Елімізде алғашқы болып солтүстік Қазақстанда көпке үлгі болатындай арнайы карта әзірленді. Біз киелі жерлердің тек қана анықтап қана қоймай, оның картасын жасадық. Ол картасын жасаудыңға жеделдеткен, осы жасауға түрткі болған бұл 2017 жылғы экспо көрмесі. Біздің солтүстік қазақстандықтар сол көрмеге архив саласынан да өзінің жобаларын алып бару қажет болды. Ал енді астаналықтарды экспо болып жатқан уақытында таңғалдыру, қалай таңғалдырамыз? Бізге өте көмегін көрсеткен және негізгі жұмыстың бағытын анықтап берген осы жобамыз бұл киелі Қазақстан жобасы болды. Картаны Қазақстанның солтүстік Қазақстан облысының картасын белгілей отырып, сол жердегі киелі жерлерді анықтадық. Алғашқыда тек қана 11 киелі жерлер анықталды. Бұл Абылайдың резиденциясы. Бұл Уәлихановтардың елді мекені, усадьбасы деп айтамыз. Бұл Қарасай мен Ағынтайдың мазары. Бұл сонымен бірге атақты археологиялық ескерткішіміз Батай, Байқара Шалақан ауданындағы. Сонымен бірге жаңағы айтып кеткен Құлсарының мазары, Қожайберген жыраудың жерленген жері. Міне осындай киелі жерлерді анықтадық. Бұл жалпы адамзат, жалпы қазақ халқының ортақ киелі жерлер деп атар еді. Бүгінде оған 33 нысан енді, ал оның 8-і жалпыұлттық киелі жерлердің қатарында. Қазақтың мәдениеті мен руханияты өте бай. Көне шаһарлар, кесенелер, қорғандар, оған ескерткіштер мен жәдігерлерді де қосыңыз. Айдай әлемге көрсетер рухани мұра көп. Солардың ең көлемдісі дала өркениетінің бастауына айналған Ботай қонысы. Айыртау ауданында орналасқан бұл орын төрткүл дүниеге танылып, шетелдік ғалымдарды мойындатқан тұраққа айналды. Осылайша Ботай бүгінде Қазақстанның бренді. Бұл жерді ұлты неміс болса да қазақ тарихын қопара зерттеп жүрген Виктор Зайберт, археолог аңызға толы арқа төсінде мыңдаған құнды жәдігерлерді жарыққа шығарды. Дәл осы маңда алғаш рет жылқы жүгенделіп, асауға ауыздық салынғанын дәлелдеп берді. Дегенмен де бүгінгі күні әлі де талай сыр қара жер қойнауында бүгіліп жатыр дейді ол. Сондықтан ғалым сол заман адамдары тұрғын жайының эксперименталды үлгісін жасауды қолға алды. Осы арқылы осыдан 5-6 мың жыл бұрын өмір сүрген ботайлықтардың тұрмыс тіршілігін жұртшылыққа паш етпек. Я делаю принципиально новую реконструкцию жилища. Үйдің ішкі құрылымына, жабдықталуына ерекше көңіл бөліп отырмыз. Сол кездегі адам мен оның баспанасы арасындағы байланысты барынша көрсетуіміз керек. Бір аңғарғанымыз, ботайлықтар сол кезде тоқыма технологиясын пайдаланған. Осылайша қыстың қақаған аязында олар қалай өмір сүрді? Туристерге енді осының барлығын көрсеткіміз келеді. 1980 жылы сол Ботай қонысын археологтармен бірге, өзімнің курстастарыммен бірге бірінші зерттеу жұмыстарын бастағанбыз. Бұл әулиелі жерлер, бұл сондай киелі, бұл біздің қорғанысымыз.
Екінші жақтан бұл біздің мақтанышымыз. Осындай жерде тұрып жатқан, осындай тарихы бар. Осы сол тарихты сақтап, болашаққа аманат ретінде беріп жүргеніміз бұл үлкен біз мақтаныш деп ойлаймын. Ерекшелігі сол ботайлықтардың тұрғын жайы қазақтың кигіз үйіне ұқсас келеді, яғни баспаналары тіреусіз болған. Осы арқылы архитектураның сол кезде дамығанын айқын аңғаруға болады. Қазір бұл орында арнайы кешен салу жұмыстары қолға алынды. Өткен жыл өңір археологтар үшін олжалы болды. Нақтырақ айтсақ, Уәлиханов ауданында 14-15 ғасырда болған, яғни Алтын Орда кезеңінде тұрғызылған 7 бірдей көне кесененің беті ашылды. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл Жошы ханның ұрпақтары тұрған тұрақ болуы бек мүмкін. Қазба жұмыстары кезінде алтыннан құйылған әшекей бұйымдар, еңбек құралдары және кірпіш күйдіретін пештер табылды. Жәдігерлер 700 жылдан астам уақыт жер астында жатса да, қаз қалпында сақталған. Вот это для нашей территории это первое. Бұл біздің облысымызда табылған алғашқы кесене. Бір аңғарғанымыз ол кезде қолөнер мен құрылыс мықтап дамыған екен. Алда талай қызықты жаңалықтар болады деп ойлаймын. Сәтін салса, археологтар жазда қазба жұмыстарын жалғастырады. Бұл болашақта тарихтың жаңа беттері парақталады деген сөз. Шынында да аталған жобалардың арқасында мәдениетіміз, салт дәстүріміз қайта түлей бастаған. Өшкеніміз, жанып ұмытылғанымыз қайта жаңғырды. Біз мысалы батырларымызды жаңғыртамыз, біз жаңа киелі орындарымызды жаңғыртамыз, біз ұлттық киімдерімізді жаңғыртамыз, біз ұлттық тамағымызды жаңғыртамыз, біз жалпы ұлттық негізімізді жаңғыртамыз. Осының барлығы рухани жаңғыру. Егер де соны біз түсінсек, жастарға түсіндіре білсек, онда жаңа біздің негізгі рухани байлығымыз әрі қарай дамый түседі. Біз ұлт ретінде сақталамыз, мемлекет ретінде дамаймыз. Қазақстан жаңағы ғасырлар бойы мәңгілік өмір сүреді. Мәңгілік ел идеясының өзі кезінде елбасы оны да көтерген өзінің бір жолдауында. Қазір Қазақстан цифрлық жүйеге көшті. Заман талабына сай бұл жұмыстар тарихи орындарда да атқарылып жатыр. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында 600-ге жоқ тарихи мәдени ескерткіш болса, болашақта интернеті бар желілердегі барлық орындар бірегей кодтармен жабдықталмақ. Одним из первых и главных проектов являлся проект «Заман таспасы». Рухани жаңғырудың заман таспасы жобасы аясында тұрғындардың тарихи тұлғалары мен ескерткіштері, кесенелері туралы толық ақпарат алу үшін біз оларға QR код орнаттық. Кез келген адам турист телефон арқылы ешкімнің көмегінсіз ол туралы қажетті мағлұматты ала береді. 3 жылда біз 120 осындай ескерткішке арнайы таблица қойдық. Петропавл қаласынан бөлек Аққайың ауданында бұл шаруа айтарлықтай атқарылды. Мына Қосбейбақ шырылдап шындығын айтып отыр. Сондықтан мен мынадай кесімді кім айтпақпын. Құдық қазушы Степанның қара өгізін сойдырып, шек қарын тексереміз. Жер тағдыры мен ел тағдыры сынға түскен заманда әділдігі мен даналығы мен қара қылды қар жарған би болған біздің өңірде. Ол Ноғайбай Батырбекұлы. Былтыр өңірде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында оның 185 жылдық мерейтойы кеңінен аталып өтілді. Тіпті ұлы тұлға туралы спектакльде қойылды. Басты рөлді Біржан Жалғасбаев сомдады. Республикалық орталық архивтен өзіміздің солтүстік Қазақстан облыстық архиві бар, Омбының архиві бар, Санкт-Петербургтың архиві бар. Осы архивтерден көптеген материалдар жинап, соның жаңағы нұсқасымен пьеса жазылды. Пьеса бір айдай жазылды. Қоюшы режиссері театрымыздың көркемдік жетекшісі Фархат Молдағали өте дарынды азамат. Біз 1 жыл бұрын дайындалдық. Яғни енді қазір бүгінгі таңда сол Ноғайбай бидің 4-ші ұрпағы осы мына Мағжан Жұмабаев ауданының Ноғайбай ауылын қазір көркейтіп отырған азамат, сол елдің тумасы, сол бидің ұрпағы Алтынбек Сапаров, өзімнің жаңағы мынау мәслихат депутатында әріптесім, аға досым деп айтуға болады. Сол азаматқа ұсыныс жасап, осы бір дүниені бірге бастадық. Жалпы кітапта жазылып жатыр, үлкен таста қойылды, зираты да қайтадан жаңарылды.
осы былтыр ғана сол бидің 185 жылдығының қарсаңында осы спектакльді біз шығардық. Біраз қиындықтар болды. Яғни мен сол образды сомдаған актер ретінде егерде мен деген сұрақ қойдым. Егерде мен сол заманда болсам, сол кісінің орнында болсам, қандай шешім қабылдар едім, қандай жағдайларға барар едік. Рухымыз жете ма, былайша айтқанда, духымыз жете ма, жетпей ма сол сәтке деген сияқты. Бірақ ол кісілерге жету қайда. Дегенмен де Абай айтады ғой, Абай атамыз, болмасаң да ұқсап бақ деп, сол кісінің ішкі адамның жалпы ішкі интуитивті дейміз ғой, мен интуициямен ол образды алып шықтым деп айтуға болады. Сол кезде бәлкім осындай переживаниялар, қатпар ойлары, қиналыстары, арпалысы өзімен өзі сондай сәттер болған шығар деген өзімнің түйсігім арқылы сомдаған роль болған. Халық жақсы бағасын, жақсы ойын, жақсы пікірін, жақсы көзқарасын білдіріп жатты. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша мәдениет пен спорт саласында жүзеге асырылып келе жатқан жобалар жетерлік. Солардың ең маңыздысы Қымысфест фестивалі мен Ботай ойыны. Оларды қоғам белсендісі Ерлік Мұхамеджанов ұйымдастырып жүр. Бүгінде екеуі де халықтың сүйікті шарасына айналды. Өңірдің басқа да жобаларының арасында іріктеп, төрге шығарып, насихаттап, халық арасына кеңінен таратуға, насихаттауға тұрарлық жоба деп білем. Неге? Өйткені енді менің түсінігім, рухани жаңғыру ол көне ұмытылған нәрсені өмірге қайтадан әкеліп, жаңғыртып, халыққа жаңа көзқараспен, жаңа бір соуспен дейді ғой, халықтың арасына кеңінен тарату. Біздің осы екі жобамызда соған әдемі келіп тұрды. Яғни біз көне ойынды жаңғырттық, халыққа таныстырып жатырмыз. Яғни жаңа ережемен халықтың арасына насихаттауды бастадық. Ал Қымысфест ол да сондай. Яғни біздің Ботай тұрағының негізінде осы жоба туды, және де халықтың арасына насихаттап жатырмыз. Керемет емес. Қымысфест жобасы тек қана біздің өңірге тиесілі жоба. Оның кепілі біз оны патенттеп, арнайы өзіміздің заңмен бекітілген қағазымызды алып алдық. Басқа өңірлерде олар осы жоба өтуіне тек қана біз рұқсат бере аламыз. Ұлтты ұйыстыратын жобалардың бірі Туған жер жобасы. Ол жалпыұлттық патриотизмнің көкжиегіне айналды. Осының арқасында өңірімізге танымал кәсіпкерлер туған жерлерін түлетіп келеді. Нәтижесінде ауылдағы ағайынның жағдайы, тұрмыс тіршілігі жақсарды. Өңіріміз тарихи тұлғалардан кендемес. Дегенмен заманның да келбетіне сай көш бастайтын майталмандарымыз бар. Бүгінгі күннің белсенділерін елге таныту рухани жаңғыру бағдарламасының бір бағыты. Бүгінгі таңда мына қазіргі біздің батырларымыз, біздің өңірдің мынау жанат кешегі боксер Самал, Ислам қарында. Самалдың өзі мінекей осы міне сурет тұр, мына жерде музейімізде. Осы театрдан бастап еңбек жолын, осы өзіміздің мынау өнер колледжінде дәріс алып, актерлық бөлімнен. Сол өзіміз алғаш келген жылдары театр ашып, осы кішкентай ғана сап-сары кішкентай қыз болып жүгіріп жүретін ортамызда. Міне бүгін әлемді өзіне қаратты. Өз арқылы бүкіл Қазақстанда қазақтың кім екенін көрсетті. Жалпы қандай дарынды ел екенін көрсетті. Жалпы өзіміздің ұлттың енді азаматтары емес, басқа да өзге ұлттың азаматтары, міне өзіміздің Герл Белгер ағамыз болсын, мынау Винокуров болсын, жаңағы мынау спортсмен Жаниос Эктовалар, біздің Маргариталар, Мукашева.
мына Жанат өзіміздің бауырларымыз. Осы міне көп ұлтты арасындағы достықты сақтай отырып, осы рухани жаңғыру аясында осы азаматтарды біз ұмытпауымыз керек. Әр жерде айтып жүруіміз керек. Жасап атқан еңбегін. Тіпті жаңа мен айтып отырған жаңағы үлкен ауыл шаруашылық саласымен айналысатын азаматтар бір-бір ауыл ұстап отырған. Сол азаматтар туралы да айтуымыз керек. Өскелең ұрпақтың өткенді біліп өсуі үшін аталған бағдарлама аясында бірқатар оқулықтар әзірленді және де түрлі экскурсиялар ұйымдастырылды. Балаларды, жасөспірімдерді, жастарды ғылымға, білімге тәрбиелеу мақсатында мына үлкен оқушылар сарайы салынды. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында мынау балаларды заманауи тәрбие беруде жаһан мен бүгінгі даму бағытында өзінің жаңағы аяқ алысы осы заманмен бірге ілесіп отыру үшін мысалы әртүрлі мынау IT бағдарламалар, робот жасау саласындағы үлкен бағдарламалар кеңінен жүзеге асырылды. Мысалы облысымыздың 52 мектебінде робот жасау бойынша курстар ашылды, қосымша сабақтар ашылды. Біздің Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде робот жасау, IT-технология лабораториялары ашылды. Жастарды тәрбиелеу бағытында атқарылған дағы бір шаралардың бірі ол өткенімізді, яғни тарихымызға, салт дәстүрімізге үңілдіру бағытында 220 мектепте мұражайлар ашылды. Бұл дегенің үлкен жұмыс атқарылған, көзге көрінбейтін, бірақ ертеңгі күні үлкен тәлім тәрбие беретін жұмыс. Музейлердің жұмысын насихаттауға ерекше назар аударылды. Тіпті біздің облысымыздан 40 мыңға жуық оқушылар Шығыс Қазақстан облысына, Ақмола облысына, Оңтүстік Қазақстан облысына үлкен туристік сапармен барып, осы бір киелі нысандармен танысып, тарихымызға үлкен жаңа үңіліп қайтты деп айтуға болады. Сонымен қатар 2018 жылдың жазғы айларында тағы да біздің өзіміздің облыстан 75 оқушы Тараз қаласына барып, көне Отырар қаласымен танысып, оның тарихымен танысып қайтты. Сонымен қатар Шымкент қаласынан және Жамбыл облысынан 75 оқушы біздің өңірімізге келіп, біздің туристік нысандармен, киелі нысандармен танысты. Дамудың діңгегі рухани байлықтардан басталады. Демек, рухани жаңғыру заман талабы. Бағдарламаның шегі жоқ. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар жылдан жылға жалғасын таба берері хақ.